Бәріңе сәлеметсіздер, мен қатысыз екенсіз бро достар. Мен бүгін дейтін кешегі алдыңғы видеодағы мен айтып едім ғой портал несі подвал істеймін деп. Сол подвалда мен творческиймен істейтін болдым. Так, енді мен ол подвалда примерно бар емес па, мына жақтан істеймін ау. Давай осы жақтан бойынан істей берейік. Епай. Бойына қоямыз. Так, енді мен примерно осылай істейін деп тұрмын мен. Міне осылайынан істей қоямыз. Бұл порталда мен, өзіме мен не істеймін ғой, анау кімдерден мэр, житель солардан ұрлаған, енді ұрламаймын, енді өзіме керек кезде ғана керек болып қалады ғой. Сондай кезде ұрлап қаласың ғой енді. Сол кезде мен осы жаққа келіп тығып қоямын. Олар менен келіп сұрағанда мен де жоқ, міне үйімді бәрін тексердім деді. Не істеймін, ал енді бірақ енді ұрлық шын өмірде енді ұрлық жат нәрсе, бірақ енді бұл Майнкрафт қой. Достар, қазақта қазақ қолдамаса кім қолдайды? Ой, маған мені қолдап кетіңдерші. Мені қолдап кетіңдер. Маған осы видеома 20 просмотр жинап беріңдерші. Хоть 20 просмотр. 20 просмотр жинап беріңдерші. Так, біз осы жақта осылайынан істей береміз. Маған мынау керек, осыны қоямыз, осылайынан. Вот. Мен, бар емес па, анандай текст жер бар емес па, сондай қалған ғой. Содан осындай төртеу ақ болады екен. О, нормально. Болған ішіншілей кен қылып керек емес. Ішіншілей кен қылып керек емес, негізі бар ғой. Айтатын сөз таппайған кезде бір сөзді айта берсем, бір түрлі екен бар ғой. Так, енді бойынан. Мен неге творческий действие деп шештім, потому что выживанияда істесем мен қиын болып қалады, и потом мен анаяқтағы жерге түсіп кетуім мүмкін. И содан кейін барып мен творческий действиеді шештім. Бойына қояйық. Выживанияда істесем жаңағы наяқ бар ғой, соға құлап кетесің де, и вообще осы меріңді жоғалтып аласың, и потом мен содан қорқып кеттім. Содан кейін барып мен осылай істеуді шештім. Творческий істесең сәл нормально, бірақ енді не ғой, өзіңе ыңғайлы да. Творческий. Мен не қағыз істеуді ұмытып кетіппін ғой. Болды. Осы дауыс үнемі шығады бар ғой. Былайынан қойып қойсам ол білініп қалады, я. Ше бұл жағын кейінбейді көре жатырмын. Либо былайынан қоям. Ана қаяқта еді ана. Вот мынандай алам да. Ена бір осындай алам. И қойып қоям. Маған идея болды. Ой, түсіп кеткен ғой. Былай қоямын да қазір. Ішіне кіріп кетті. Осылай біреулік әдем ба, әлі екеулік ба? Бір әдем сияқты біреулік. Әлі екі. Әні әресін олайынан тұра берсінші. Болды, осылайынан тұра берсін. Болды менің құпия шетім. Еще. Тоқта, маған бір идея келді.
Мынаяқтың бәрін салып tasтай салайықшы. Так. Мен қазір сундук аламын да. Сундук қандай? Ал міне бочка. Ох, мойын қытырып отқан жақсы көрем бар ғой. Так. Мен осыны шливо кетеді. Болды, осы жаққа қоям да. Осы жаққа мынаның заттарын салып қоям. Осыны бұза сөйтіп жүргеннен кейін бар не істеймін? Бізге киркадан 1, 2, 3, 4, 6 салу керек. И мынандай. И потом барып осындай салып қояйық, чтобы мынаны киркамен бұзған кезде оңай болады да. Міне, нормально болды енді. То, что менің бітті. Так, енді мен бар емес па? Осылай істеп қойдым. Нормально енді білмейді деген ойда. Қазір көрейікші планы. Үйге кірген кезде. Жерге түспейді ғой, но главное нәрсе ол жерге түспейді жағар енді жаққа. Нормально. Енді бізге тағы да бір көшіп келсе жақсы болар еді бар ғой. Ну, хотя бы көшіп келсе де бар ғой, қуанамын мен. Енді осындай видео болды. Сендермен болғанмен хатыңызды кезіп достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңдар. Қазақты қазақ қолдамаса кім болды? Сендермен болғанмен тағы да қайталап айтам, хатыңызды кезіп достар, видео ұнаса лайк басып кетіңдер. Өтінем.